исламның қалай келгендігі, Алла тағаланың жаратылысы, Алла тағала құлдарына қандай мейірімділік көрсеткені осы тарихи жерлерден, осы қасиетті жерлерден біз түсіне аламыз. Егер осы жерлерді Алла тағала жаратпаса еді, біз күнәһар құлдар, күнәһар пенделер ақырет күні Құдайдың алдына қап-қара бетімізбен ұятты бір жағдайда шығады екенбіз да. Алла тағала сондай мейірімді жер бетімен сондай қасиетті жерлер жаратып, құлдарым келіп тәубе етсін, күнәлары азайсын, ақырет күнінде беті болсын, иманы болсын, осылайша менің де кешіріммен жетсін, осылай жұмаққа кірсін деп, осы қасиетті жерлерді берген. Алла тағала біздерге көз көру нығметін, есту нығметін, сезіну қызметін берген. Сол нығметті біз біліп, сезініп, Алла тағала қандай мейірімдісің, біздерге осындай жерді нәсіп етіп көрсеткен деп. Әрине жаңағы келген, көрген Арапа, жаңағы Сәуір тауы, кешегі жүрген қасиетті Каба, Әл-Харам мешіті, осылардың барлығын қаншама адамдар нәсіп болмайды. Бірақ сіздерге Алла тағала таңдап, соншама құлдардың ішінен белгілі бір адамдарға нәсіп етіп қойғанда, біз Алла тағалаға қаншама шүкір етсек, қаншама рахмет етсек, ол аздық етеді. Сол себепті мына 5 күндік азғантай жалғанда бір-бірімізді бағалап, Құдайға деген сенімімізді күшейтіп, ақыреттен қорқып, Алла тағала Құран кәрімнің көптеген жерінде иттақуллаха, Алладан қорқыңдар, ақырет күнінің қандай болатынын хабар береді. Демек Құран кәрім өте үлкен хабар беруші адамзатқа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хабар беруші, сол қасиетті кітапты түсіндіруші. Егер пайғамбар болмаса, кітап болмаса, бір адам өзі басымен, өзінің ақылымен, өзінің біліммен Құдайды табу мүмкін емес. Алла тағала осылайша жер бетіне көптеген пайғамбарлар жіберді, және солармен бірге түсіндірілетін кітаптар жіберді. Ол пайғамбарлар және кітаптар белгілі адамдарға ғана нәсіп болған. Мына қажылық, Арафат, Умра, қасиетті жерлер белгілі адамдарға ғана нәсіп болған сияқты, сол келген пайғамбарлар және сол келген пайғамбарлардың ішіндегі ең ұлы пайғамбар бізге нәсіп болған екен. Қасиетті Құран кәрімде сендер ең хайырлы үммет болдыңдар. Ухрижат линнаси та'муруна бил ма'руф ва нахуна анил мункар деген аят бар. Сендер үмметтердің ішіндегі ең хайырлы, дәрежесі жағынан жоғары үммет болдыңдар. Өйткені адамдардың ішінен таңдалдыңдар дейді. Кімге айтып отыр Алла тағала? Яғни Мұхаммед пайғамбардың үмметін айтып отыр. Неге олай таңдалған жоғарғы дәрежелі үммет деп айтты? Пайғамбарымыз басқа пайғамбарлардан жұлдызы өте жоғары екен. Алланың алдындағы абырой, авторитеті өте жоғары екен. Біздің пайғамбарымыз абыройлы болғандықтан оның үмметі абыройлы болады екен. Кезінде көптеген пайғамбарлар ақырет күнгі соңғы пайғамбардың үмметі болайын деп армандайды екен. Ақырет күні соңғы пайғамбардың үмметі болып бізге нәсіп болсын деп олар көз жасын төкті. Пайғамбарлар армандаған, дұға еткен үлкен бір нығметке біз ешқандай пайғамбар да емеспіз, сахаба да емеспіз, әулие де емеспіз, бірақ Алла тағала қарапайым біз сияқты күнәһар пенделерді нәсіп етіп қойған. Сол себепті пайғамбарымызды өте қатты құрметтеп, пайғамбарымызды жақсы көре білуіміз керек. Ол қандай бір Алланың жаратылысы. Ақырет күннің пайғамбарды. Жаңағы айтып өткен адам пайғамбардың жәннаттан шығарылғаннан кейінгі жағдайы. Көптеген уақыттан кейін Раббана заламна анфусана деген дұғаларды көп айтқаннан кейін, ең соңында жәннаттан шығарылып жатқан кезде жәннаттың есігінде ең соңғы пайғамбардың есімі жазылған екен жәннатта. Адам пайғамбар соны есіне алып, ей Алла тағалам, менің ұрпағымнан келетін ақырет күнгі ең үлкен пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламның құрметіне кешіре көр дегенде сол сәтте күнәсі кешірген екен. Қараңыз,
адам атаның тәубесі қабыл болған екен. Кімді айтып жатыр? Алла Тағаланың ең жақсы көрген сүйікті құлы пайғамбарымызды, адам пайғамбардың өзі ортаға ұстап отыр, қараңыздар. Өйткені пайғамбарымыз сахих хадисте халақаллаху әуелиме рухи деген хадисі бар. Алла Тағала жаратылыстардың ең алғашында менің рухымды жаратты деген хадис бар. Пайғамбарымыз көптеген хадистерінде және қасиетті Құран кәрімнің көп жерінде Алла Тағала пайғамбарымызды мақтайды. Енді қараңыз, авторы Құран кәрімнің авторы Алла Тағала болған. Біреуміз ойлап көрейікші, бір үлкен жазушы кісі өзі кітабында біздің ата-анамызды, бабаларымыздан біреу, жақындарымыздан біреуін мақтап бір тілге тиек етіп кететін болса, әдебиет кітабының ішіне пәленбайдың атасы келіп кететін болса, біз біраз қуаныштан, біраз ұрпақтарымыз пәленшенің еңбегінде, пәленшенің кітабында менің әкемнің аты өтеді деп мақтауымыз мүмкін. Бірақ авторы Алла Тағала болған қасиетті Құран кәрімнің көптеген жерінде Мұхаммед алейхиссалам, Мұхаммед пайғамбарды Алла Тағала қатты мақтайды. Құдай Тағала мақтап тұрған бір пайғамбарды біз қалай жақсы көрмейміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кеше үйінің қасында мен айттым, туа қалған кезде пайғамбарымыз үмметім деп жылаған екен, қараңыз. Үмметім деп жылаған. Сол туылған кезде атасы Абдул-Мутталиб Қағбаның қасында Құрайыштың біраз ақсақалдарымен әңгіме жіберіп отырған. Сіздің немереңіз дүниеге келді деген кезде Абдул-Мутталиб сондай қатты қуанған. Тіпті жүгіріп барып пайғамбарымызды орап ала сап келіннің астынан Қағбаға алып келген екен, қараңыздар. Кейін адамдар сұрайды, есімін кім қойдың дегенде Мұхаммед қойдым дейді, Абдул-Мутталиб айтады. Неге десеңіздер, Мұхаммед деген сөздің мағынасы жерде және көкте мақтаулы деген мағына келеді екен. Бүкіл 18 мың әлем мақтасын деп қойдым деген, қараңыздар. Сондықтан пайғамбарымыздың аты оқылған кезде, пайғамбарымыздың бір хадисі оқылған кезде біздің жүрегіміз елең ете қалып тұру керек. Ал енді мына қазір біз Мүздалифа жеріне келіп жатырмыз қазір. Түсіндіре кетемін осы жерлерде қалай болғандығын. Кезінде мына пайғамбарымыз өмірге келгеннен бұрын 50 күн бұрын шамамен бүкіл жерде тарихта бар, қасиетті Құран кәрімде бұл жайында сүре түскен Філ оқиғасы деген оқиға болған. Мына Йеменнің патшасы сол кездегі Әбраха деген үлкен патша болған. Ол тіпті сондай бір керемет Йеменнен астанасы, Йемен астанасынан үлкен бір ғибадатхана салдырған. Неге? Өйткені қасиетті Қағбаға тауаф ететіндер, ғибадат жасайтындар өте көп болады ол замандарда да. Бірақ сол Әбраха өзі мен қасиетті Қағбаға против, мен бір үлкен ғибадатхана салдырамын. Оны ішін алтынмен, сыртын күміспен қаптатқан, келген адамдарға ақша таратқан, мынаған кім ғибадат жасайды, ол адамға көптеген продукт таратқан, сыйлық берген, сондай жасалған. Керемет салған жаңағы ғибадатханасына ешкім келмей қойған, Құдайдың құдіретімен. Бәрі Қағбаға кете берген. Соңында Әбраха ашуланып, ол көптеген мына тіл не жасағы бар. Құрметті қаждар, қараңыздар, мен тоқтап тұрайын. Оң жаққа қарасаңыздар, қасиетті Мүздалифа жеріне келдік. Біз үлкен қаждықта Арафадан шыққаннан кейін Мүздалифаға кешкісін келіп, пайғамбарымыздың жасаған, оң жақта тұрған мешіт өте үлкен, және Мәшғар Харам деген мешіт бұл. Мәшғар Харам деген мешітте пайғамбарымыздың ақшам және құптан намазын біріктіріп оқыған жер бұл жер. Бұл жерлерді таулардың арасы, келесі таудың ортасы, осы сайдың іші барлығы қаждарға толады. Мүздалифеде келіп, ақшам және құптан намазын бірге оқып, түнімен ғибадат жасап, осы жерде далада қонады, ашық аспанды көріп жатып ұйықтайды қаждарымыз. Таңертең таң намаздан тұрып дәреттерін алып, таң намаздан кейін құтпа оқып, ары қарай Минаға барып, Минадан кейін шайтанға тастап тұру басталады негізі. Бұл Мүздалифені жаңа айттым, Адам ата мен Хауана Арафада кезіккеннен кейін осы Мүздалифа жерінде ер және әйелдер ретінде қосылып, осы жерден ұрпақтар тараған. Осыған қоса бір нәрсе айта кетейін, мына біздің қазақ жерінде, солтүстік Қазақстан және батыс Қазақстанда
мына киіктер, ақбөкендер өте көп. Адам пайғамбар осы қасиетті Кағбаны салған кезде жер бетіндегі көптеген жандылар, көптеген жануарлар адам пайғамбарды көру үшін, қасиетті жерге келу үшін осы жаққа шыққан екен. Негіз Қазақстан жерінде сол киіктердің болатын себебі де осыған байланысты болса керек. Бір киік шығып, соншама жер жүріп осы Мүзделифеге келгенде адам пайғамбарға кезіккен. Мына тұяқтарының бәрі үгітіліп қалған. Сондай арықтаған халіне келгенде Адам алейхиссалам, адам пайғамбар киікті құшағына алып батасын берген деген сөз бар. Сол себепті мына киіктің қасиеті өте жоғары болады екен. Қазіргі күнде біздің жалпы жерімізде ақбөкендердің осыған ұқсас аңдардың таралуы сол заманнан басталған деп айтады екен. Ата жұрты, киіктің, ақбөкеннің ата жұрты қазақ жері өсіп келеді екен. Солардың несінен болса керек, сол киік батасынан еліне қайта қайтқан деген осындай бір әңгіме бар. Бұл шын уақиға болған, құрметті қаждар. Ал енді бұл Мүзделифе жерінде жаңа айттық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дұға жасады, құл хаққысынан басқасының барлығы кешіреді деді. Осы жерге келіп уақпасын жасады, дұғасын оқыды, үмметінің күнәларының барлығы кешіретін туралы Жебрейіл періште пайғамбарымызға шүйінші айтты. Осылайша бұл жерден қаждарымыз шығады, пайғамбарымыздың дәл сахабалардың жасағанын жасап отыр. Мына оң жақтарыңызға қарасаңыздар, Мина жазығы басталды. Мина шатырлары бар. Бұл Мина шатырларында қажыларымыз тәрбие күні 5 уақыт намаз оқиды. Одан кейін шайтанға тастап тұрғаннан қайтадан келіп, 3 күн бойы осы жерде жатып, 3 күн бойында жамараттарды тастақтырып, 5 уақыт намаздарын осы жерде оқып, Минада дұғаларын жасайды. Мина деген жалпы араб тілінен алған кезде ихсан мағынасында, жақсылық мағынасында алып келеді екен. Сол жақсылық мағынасында болған үшін бұл жерде көптеген дұға қабыл болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Минада көп дұға жасаған. Ал енді қазір уақыт алал-жам инда Хижр Исмаил